Ассалямуалейкум ва рахматуллахи баракатух. Қайырлы күн қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қияр қосылған өте дәмді, тойымды, тәбетті ашатын қыстық салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл салат әсіресе палау және де қамыр тамақтармен керемет үйлеседі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Банкаларымызды мантаварканың болуына 7-8 минуттай булап аламыз және де қақпақтарында 3-4 минут қайнатып аламыз. Бізге алдымен қияр керек болады. Қиярымызды 2 сағатқа салқын суға 2 шетін алып тастап салып қоямыз осылай. Және де қызанақ, сарымсақты ыстық суға салсаңыздар қабығы тез ашылады. Сонымен қатар ащы бұрыш қажет болады. Қызанақтарды жақсылап жуып, артық жерлерін алып, ет тартқыштан немесе блендерден өткізу үшін осылайша ыңғайлы етіп турап дайындап аламыз. Мінекей осылай қызанақтарды дайындап аламыз. Енді блендерден өткізіп аламын. Егер үйде сіздерде ет тартқыш болса, сонымен өткізсеңіздер болады. Маған блендермен өткізген өте ыңғайлы, себебі уақытты көп алмайды. Ешқандай айырмашылық жоқ, негізі ет тартқышпен де блендермен де өткізсеңіздер болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Өткізіп болған қызанақтарымызды бірден пісіретін үлкендеу ыдысымызға бірден құя береміз. Сонымен қатар ащы бұрышты да ет тартқыштан өткізіп, осы қызанақтың үстіне саламыз. Қызанағымызды бір бұрқылдатып қайнатып аламыз. Мінекей менікі қайнап жатыр. Жақсылап араластырып, орташа отта 15 минуттай пісіретін боламыз. Сол уақыт аралығында қиярымызды турап аламыз. Менде қияр осындай ірілеу, сол себепті ортасынан бөліп, осылайша турап алатын боламын. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер, себебі езіліп кетуі мүмкін. Ал егер қиярларыңыз бұндай ірілеу болмаса, дөңгелек етіп, ешқандай ортасынан бөлмей турап алсаңыздар да болады. Мінекей біздің қызанағымыз жайлап қайнап жатыр. Енді үстіне туралған қиярымызды салып, қатты отта бір бұрқылдатып қайнатамыз. Содан соң 15 минуттай орташа отта қайнатып аламыз. Сонымен қатар менің каналыма бұрын соңды тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып, осы видеоны жақындарыңызға WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы жіберіп қойыңыздар. Мінекей біздің салатымыз жай осылай қайнап жатыр. 15 минут өтті. Енді үстіне туралған сарымсақтарымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 10 минут орташа отта қайнатамыз. Қарап отырғандарыңыздай, қиярымыздың түсі өзгерді. Енді үстіне 150 грамм сұйық майымызды құямыз. Енді үстіне 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қантымызды салып араластырамыз. Дәмін міндетті түрде қарап отырыңыздар. Егер де тұзы жетпей жатса, тағы да кішкене қоссаңыздар болады. Бірақ маған жеткілікті болды. Енді үстіне 70% сірке суынан 2 ас қасықты толтырмай құйып шығамыз. Содан соң үстіне азғантай қара бұрыштан саламыз. 2-3 дана лавр жапырағынан қосып, шамамен 10 минуттай орташа отта қайнатамыз.
салаттың пісуіне жақындағанда тағы да дәмін татып көріңіздер. Мінекей менің салатым толық пісті. Енді осындай ыстық күйінде бірден алдын ала дайындалған, яғни стерилді банкілерімізге барлығын осылай толтырып құйып алып, қақпақтарын жақсылап жабамыз. Менде осындай бұрандалы қақпақтар, барлығын жақсылап жауып, жылы жерге көрпешемен орап, банкілерімізді төңкеріп, шамамен 2 тәулікке қалдырамыз. Содан соң өздеріңіздің осындай банкі сақтайтын, яғни салқындау жерлерге қойсаңыздар болады. Сонымен мінекей біздің жасаған қияр қосылған қыстық салатымыз осымен дайын. Салаттың дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге жасауға кеңесімді беремін. Себебі қыста рахаттанып отырып жейсіздер. Келген қонақтардың да алдына ұялмай қоясыздар. Себебі кез келген тағаммен керемет үйлесетін салат. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, менің видеомды WhatsApp желісі арқылы жақындарыңызға таратып, каналыма міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Әйгерім.